Баршаңызға сәлем. Бүгін түскі асқа тамақтың қасына осындай дәруменді, хош иісті және қарапайым заттардан жасалатын және оп-оңай 5 минутта жасалатын салат дайындадым және де сіздермен рецебімен бөліскім келді. Салаттың құрамын көріп тұрғаныңыздай, бізге капуста, қияр, морковь және укроп қажет болады. Капустаны кішкене ғана бөлігін алып жасадым және де ұсақтап осылай жіп-жіңішке етіп турайсыздар. Бұл жерде капустаны сығып жұмсартудың қажеті жоқ, күтірлік күйінде жейтін боламыз. Осылай ұсақтап турап аламыз. Одан кейін қиярды да негізі соломка етіп та турауға болады. Мен бірақ кубиктап турадым. Және де ортасында әдемі көрініп тұрсын деп кубиктап турадым. Ал морковьті керісінше соломкалап турадым. Бұл турауы маңызды емес, өздеріңіздің қалауыңызша турасаңыздар болады, тіпті теркіден де өткізуге болады. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, күнбе-күнгі рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Бұл салатқа укроп немесе петрушканы қосқан маңызды, міндетті түрде қосуымыз қажет, себебі өте ерекше дәм беріп тұратын болады. Және де бұл салаттың ерекшелігі 5 минутта ғана жасалады және де свежий болып, любой тамаққа үйлесімін табады. Және де дәміне қарай тұз, одан кейін кішкентай қасықпен қант салып, сұйық майымызды құйып, одан кейін уксусты кішкене құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер де салаттың ащы түрін жақсы көретін болсаңыз, қант салмай бұл жерде орнына қызыл бұрыш немесе қара бұрышымызды салып, және чеснокты салып, жақсылап араластырып, ащы салат жасап жіберуге болады. Мен осы жолы әдейі қант қосып жасадым, және де маған осы нұсқасы қатты ұнады. Көріп тұрғаныңыздай өте дәмді, аппетитный салат болып шыға келеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз достар.